Қазір дүкенде тұрсам, бір әйел кісі келіп, басқа ұлттыңкі орысша сөйлейді. Сенде бәрі жақсы болады, қарыздарынан құтыласың, анау болады, мынау болады деп. Жалпы адамға көңіліне ұнайтын сөздерді айтады екен да ол кісілер. Бұл сөз барлығымызға ұнайды. Енді бұндай адамдарға сеніп қалсақ, бұл біздің иманымызға кері әсерін береді. Пайғамбарымыз бұндай адамдарды лағнеттеген. Ол біздің көңілімізге ұнап тұрса да, көңілімізге жағып тұрса да, бұндай адамдарға сеніміміз егер бұрылып кетсе, сеніміміз. Бұндай адамдарға Алла Тағала лағнеттеген. Қиямет күні осындай адамдардың арасынан тіріліп қалуымыз әбден мүмкін. Сол үшін Аллаға сүйену керек. Бұмен ұрсып, таласып керек емес бұндай адамдармен. Кетіп қалғаннан кейін Аллаға сүйену керек. Бір сиқыр, бір нәрселер істеп кетуі де әбден мүмкін бұндай адамдар. Сол себепті аятул курсыны оқып дем салып қою керек.